Ассалаумағалейкум достар. Қосшы қаласында көп жылдардан бері тұрып, қайырымдылық мекемесі бар екенін бірінші рет білдім. Ал кеттік достар, танысып өтейік. Орналасқан жері мәдениет үйінің қасында. Оқыту, оқушылардың қаламыздағы мектеп, лицей, тағы да басқа оқу орындарына сапалы білім алуына жағдай жасау. Орналастыру, жатақ орындармен сабаққа дайындалатын және компьютерлік бөлмелермен қамту. Қазақстан мемлекеті діни басқармасы мен меморандум аясында тәрбиеленушілерге имандылық сабақтары жүргізілді. 3 мезгіл тамақ, өз аспаздарымыздың дәрумені мол, пайдалы тағамдар. Міндетті түрде каналға тіркелеміз, лайк басамыз, қоңыраушаны басамыз. Сіздердің тіркелгендеріңіз біз үшін мотивация, одан ары керемет жұмыстарды істеп, ютубта биіктерді бағындырып, талай нәрселерді қозғайтын боламыз. Өтінішімізді орындап отырсаңыздар. Ал достар, енді мен сіздерді таныстырып өтейін. Бұл қайырымдылық қоры, қайырымдылық мекемесі Қосшы қаласында орналасқан. Бұл жерде әртүрлі балалар сабақ оқиды, имандылық тәрбие алады. Кейбір балалардың әке-шешесі жоқ, кейбіреуінікі Қазақстанның жан-жағынан жиналған балалар. Балалар өте тәрбиелі, иманды, айтқан тілді алатын, көрініп тұр көздерінен де, сөздерінен де маған ұнады. Және олар мектепке барады екен, мектепке ешқайсысы мектептен қалмайды, және иманды тәрбие алады, намаз оқиды екен жігіттер, өте керемет, ұстаздары да керемет, айтып өтсек жақсы тәрбие беріп, бәрі режимге үйретілген екен бұл жерде. Сосын сабақтарын қаратады, режиммен тұрады балалар. Мысалы, көбісі әке-шешесіне былай айтқанда каникулда ғана барады екен. Қалған уақыттарда осында жатып оқып, тамақтарын ішіп, жуынатын жерлері бәрі бар. Сол себепті бұл балаларға көмектесіп тұрған дұрыс. Өйткені білесіздер, көмектессеңіздер көп үлкен сауаптар аласыздар, және өте ертең сауабы өте көп тиеді да бұл жерде. Неге десеңіздер, айтады ғой, жетімнің басынан сипаласаң, ол үйде ешқашан шайтан болмайды деген сияқты сөздер бар ғой. Сол себепті бұл балаларды қолдап тұрайық ағайындар. Және қолдан келгенше реквизиттерін қалдырып кетем астына. Өздеріңіз жаңағы директормен сөйлесіп, көмектесем дейтін кісілер болса, көмектесіңіздер. Мемлекеттен бұл қайырымдылық мекемесі мемлекетке қарамайды. Бұлар жеке меншік. Яғни қайырымды жандар осы балаларды тәрбиелеп отыр. Сол себептен қолдан келгенше көмек беріп жүрейік. Әрқашан аман болыңыздар, қайда жүрсеңіздер де күліп ойнап жүре. Жаңа Қазақстан ғалыммен. Қазақ баяғыдан жетімдерін жылатпаған, өздеріңіз білесіздер. Әрқашан қарттарын бәрін сыйлап жүретін, қарттар үйі жоғалып кетсе екен, қарттар үйі болмаса екен қазақ елінде, және жетімдер болмаса екен, балалардың өмірі жарқын болса екен. Еліміздің болашағы осылар ғой. Сол себептен айтайын дегенім, әрқашан еліміз биіктерден көріне берсін. Осындай каналға әрқашан бізді қолдап жазылып тұрыңыздар. Ода тұрған түк жоқ деп ойлаймын. Неге десеңіздер, бізге мотивация, одан ары дамуымызға көмектеріңіз тиеді. Сол себептен барлықтарыңызға рахмет айтам. Әрқашан аман болыңыздар. Және ары қарай сюжетті көреміз. Директоры айтқан сөзі бар, және бұл мекеменің мақсатын білеміз қазір. Ахмет Мырза, ассалаумағалейкум. Мекемеңіз жайында айтып өтсеңіз.
Қосшы қайырымдылық мекемесі 2019 жылдан бастап жас ұрпақтан имандылық тәрбие және сапалы білім алуға жағдай жасап келеді. Біз тәрбиеленушілеріміздің келешекте иманды заңгер, тиянақты инженер, жылы жүзді дәрігер, инабатты мұғалім, адал кәсіпкер болатынына сеніміміз мол. Жаңа Қазақстан ғылыммен.